Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қайта өрлеу дәуіріндегі әдебиет деп аталады. Дәрісте айтылатын негізгі сұрақтар мен жоспарға тоқталатын болсақ, қайта өрлеу әдебиетінің көрнекті өкілдері Дантенің өмірі мен шығармашылығы және италиялық ақын Петрарканың өмірі және шығармаларына тоқталатын боламыз. Одан кейін үшінші Боккаччоның Декамерон туындысы туралы айтатын боламыз. Дантенің есімі Шекспир мен Рафаэль есімдерімен бірге адамзат санасына қайта өрлеу дәуірінің ұлы мәдени жетістігі және символдық белгісі ретінде қалыптасып қалған. Мәдениет ұғымының маңызына, бағытына, мағынасына терең үңіліп, алғаш анықтама бергенде осы үш әлемдік деңгейдегі дара тұлғалар деп айтуымызға болады. Данте Алигьери 1265 жылы мамыр айында Флоренцияда туылған деген мәліметтер бар. Оның ата-анасы туралы ешқандай дерек жоқ, тек балалық шағы мен жасөспірім кезінен елес беретіндей азғантай ғана мәліметтер қалған. Арманы асқақ азамат жас кезінен ақ ғылым мен поэзияға ерекше ықыласпен қарайды. 24 жасында ол көршілер қалалар Арецко мен Пизаға қарсы әскери қимылдарға қатысып, 1926 жылы сонда үйленеді және 1300 жылы жауапты дипломатиялық тапсырмаларды орындайды. Өзінің туған қаласынан қуылғаннан кейін кейбір партия өкілдері кіндік-кескен мекеннен алыстаған соң сыртта бір-бірімен ортақ мәмілеге келіп, басшылыққа қарсы күреске шыға бастайды. Осы кезде күллі Италия екі топқа бөлініп, бір тараптар гибелендер, ал екінші қоғамның сойылын соғатын феодалдық демократиялық республиканы құруға күреседі. Осындай жағдайда папа 8-ші Бонифанияның қолдауына сүйеніп, бейбіт тарап ақтарды қолдауды айырады. Осы кезде өр мінезді Дантеге көптеген жантүгершілік әділсіздікке шыдамаған, ол пайдасы үшін еңбек еткісі келіп ізгі ниетпен өзінің ақтармен одақтасып жолдарын жұмыс жасай бастайды. Ақынның қуғынға ұшырауы 1315 жылы қарашаның 6-сында декретпен бекітіліп, ол 2 рет азаматтарға рақымшылық ету қатарынан шығарылады. Данте өмірінің соңғы жылдарында Верона мен Равеннеде өткізді және Равеннеде өзінің қорғаушы Гвиди Новелла мен Палентаның қамқорлығы мен назарында 1321 жылдың 14 қыркүйегінде қайтыс болады деген ақпараттар бар. Дантенің шығармашылығының бастауы Италия поэзиясының тарихында жаңа бағытпен тығыз байланысты. Тәтті жаңа стиль атты мектеппен белгілі болды. Оның негізгі психологиялық мазмұнның тереңдеуі, ақынның тілдің дамуымен бірдей жүреді. Олар шығармашылықтардың тазалығымен ерекшеленеді. Барлық осы ерекшеліктердің жағымды жағымсыз жақтары жаңа өмір романында жаңа бағытта айтылады. Оның мазмұны жанды қозғалыстан айырылған, фабула жоқ. Данте мен оның романының кейіпкері Беатриче 9 жасында кездескен екен. Махаббаттан тұтанған өмір рухы оның жан дүниесінің тереңінде дірілдеп жатқан еді. Сол уақыттан кейін жалындаған махаббат оның жүрегіне толығымен жаулап алады. 9 жылдан кейін ол Беатричені қайтан кездестіреді. Беатриче оны өзінің жай ғана бас изеуімен қарсы алады және оның бұл қимылы жүрегін тіл жетпейтін ләззатқа толтырады. Дантенің үлкен толқу үстінде жүргенін білген Беатриче бұл жағдайға күледі, қыздың мазағына ақын жанын қайғыға батырады. Көп жылаған бейбақ енді оны ешқашан іздемейтінін айтып, өзіне өзі серт береді. Себебі оны көрген жерде өз сезімін жасыра алмайтынын және осы сәттен бастап ол бүкіл өмірін Беатричені жырлауға арнайды. Бұл қадам оның таусылмас ләззат бұлағы болады. Осылай жаңа өмірдің екінші бөлімі ашылады. Франческо Петрарка 1304 жылы 20 шілдеде
Ареццо қаласында дүниеге келген. Ал 1374 жылы 19 шілдеде Аргуа Падуа маңында қайтыс болды деген деректер бар. Петрарка итальян ақыны, ойшыл, қоғам қайраткері. Ол қайта өрлеу дәуір әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі. Франческо Петрарка итальянның әйгілі лирик ақыны, махаббат жыршысы, сүйіктісі Лаураның бейнесін жылдау арқылы өшпес даңққа бөленген тұлға. Петрарканың өлеңдері қазақ оқырмандарымен ширек ғасырдан кейін екінші рет қауышты. Өлеңдерін орыс тілінен тәржімалаған белгілі қазақ ақыны Дүйсенбек Қанатбаев болды. Данте, Петрарка, Боккаччо 7 ғасыр бойы әлем әдебиеті аспанында қатар жанған үш шоқ жұлдыз болып жарқырап, адамзат баласын тамсандырумен келеді. Бұл үшеуін замандастар деуге де болады. Петрарка әйгілі Дантеден 39 жас кіші болса, Боккаччодан 9 жастай үлкен еді. Итальян әдебиеті осылардың арқасында бір ғасырдың ішінде бұрын соңды болып көрмеген шырқаған ең биікке көтеріледі. Жас кезінен өмірінің жаңа бір бетін ашып, оттай ыстық сезімнің болашаққа ең үлкен даңқ әкелерін ол кезде білмеген болатын. Ол Лаураның бейнесі, ол өлген соңда өшпей өржи түсетінін де сол сәтте Петрарка білген емес. Франческо Петрарканың ғашықтар жайлы ғажайып жырлары қазақ оқырмандарының жүрегінен жол таба білді. Қанша қазақ жаңа туған нәрестеге Лаура деген ат қойды. Тіпті қазақтың көрнекті ақыны Жұматай Жақпаев Петрарка сияқты өзінің ғашығы Ләйлаға арнаған жырларын өмір бойы мәпелеумен өтті деп айтуға болады. Бұған белгілі мөлшерде Петрарканың әсері болғаны анық деп айта аламыз. Махаббаттың ізгі жыршысы, асыл ой иесі Франческо Петрарка сияқты тұлғаны оқырман қауымы қашанда қатыр тұта бермек. Мен сендігем, сезбеуіңе себеп не? Сергелденге түстім ғой, мен тұншығып, аяулымай, ая мені тілегім деп 3 жолдық эпиграфпен басталатын оның бір ғана шығармасы махаббат машақатының ұшы-қиырсыз мұңын жырға қосады. Петрарканың Лаураны жырлау үрдісі қазақ поэзиясында тамаша ақын Жұматай Жақпаевтың Ләйлаға арналған ғашықтық жырларында жалғасын тапты деп айтуымызға болады. Сондықтан Петрарканың қазақ өлеңінің жаңаша түлеуі мен түрлеуіне әсері бар екенін айта кетуіміз керек.